Жаңаөзен қалалық төтенше жағдайлар бөлімінің мамандары елді мекендерді аралап түсінік жұмыстарын жүргізді. Үгіт-насихат жұмысы үшін 10 топ құрылды. Құрамында төтеншеліктер, өрт сөндірушілер, Қазтрансгаз аймақ жұмысшылары мен еріктілер, әкімдік қызметкерлері қамтылған. Олар бүгін Рахат ауылының бірнеше үйіне барып, жылу қазандықтарын тексерді, ақпараттық бетшелер таратты. Бүгінгі себеп осы жылыту маусымы келе жатыр. Жылыту маусымы келгенде бірінші біз пеш қосамыз, сол газдан уланудың алдын алу, кішкентай бүлдіршіндерімізді аман сақтап қалу, сосын тұрғын үйде өрт қауіпсіздігі, яғни тұрғын үйде өрт болдырмау. Сол бойынша мынандай бір өзіміздің жарнамаларымызға бетшілеріміз осыны оқып қарарсыздар. Профилактикалық шара жылыту маусымының басталуына байланысты жүріп жатыр. Газдан уланудың алдын алу мен тұрмыстағы өрт оқиғасын болдырмау мақсатында бұл шара жүйелі түрде жалғаса бермек. Үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу барысында біздің Қазтрансгаз аймақ қызметкерлері осы қазандыққа кіріп, газдың дұрыс орнатылуы, дұрыс жұмыс жасауы, жылыту маусымына дайын ба, дайын емес па, соны тексеріп шығады. Және осы қателіктер болатын болса, біз өзімізге жазып, әкімдіктерге жолдап, соны жылыту маусымы, яғни басталғанға дейін жөндеуге жұмыстанамыз. Төтенше жағдайлар бөлімінің мәліметінше, биыл 28 өрт оқиғасы орын алған, ал былтыр 32 дерек тіркеліпті. Тілсіз жаудан сақтанып, адам өмірінің қауіпсіздігін қамтуға бағытталған бұл шара өзге ауылдарда жалғасады дейді жауаптылар. Еркін Қарасайұлы, Әсел Алдашева, Батыр Ақмолдаев, Ақтау Ньюс.